Ассалаумағалейкум достар, сендерге мен Али. Короче, достар, бүгінгі видеода біз Free Fire'ға бүгін шыққан жаңа ивент пакетное предложение, предложение дейтін бір жаңадан шыққан ивент ашатын боламыз. Енді бұл ивент дейтін өте тиімді деп ойлаптым. Ішінде вообще просто топский нәрсе ё-моё шақыра берді. Короче, достар, алдыңғы видеода мен айтқан болатынмын, мен келесі осындай бір нәрсе сатып алатын, немесе осындай бір тайни магазин сияқты бір заттарды вебкамен түсіремін деген болатын. Вот, мен сөзімде тұрдым, вебкамен түсірдім. Енді мына вебканы вообще качествосына мен вообще просто мен өмірімде бірінші түсірдім вебкамен. Сондықтан да качествосына андай орналасқан жеріне вообще мән бермей ақ қойыңыздар. И поэтому друзья деп қояды дейді. Короче, осыны бастаймыз. И ну тиімді деп ойлап тұрмын өзім. Пока что менде 429 алмаз бар, оған ішіне жетеді деген ойдамын. Короче, мен Free Fire'ға таңертең кірдім и маған үш не шықты, бір карта шықты. Үшеуі айналды да, и мен ортасындағын таңдай салдым. Ішінен 299 түсті маған. Білмеймін, мынау ең жақсысы ма, білмеймін, түсініп тұрған жоқпын. Короче, мындай сияқты, мен енді біріншісінен набор аннигилятор дей ма, но өте әдемі наборлар шынында да. Мына жерде набор перец чили дейтін өте әдемі екен, как бы гитара тартатын ананы ой шақыра берді ғой. Короче, мынадан енді мен пропус таңдаймын, өйткені менде пропус әлі сатылып алынбаған. Пропус таңдаймын. Пропус негізінде мына жерде өте тиімді сияқты. Наборлар маңызды емес негізінде. И на это Вуконг капелла призрачная лиса, ночная пантера, скин боевая, музыка слушать то скин боевая лиса, скин дух дейді ғой. Енді конечно, на жерде дейтін пантераны таңдаймын, пантера керек. И екінші сет 3 дейді, сет 3-тен лучный удар, розовый кролик, космический монстр, панцирь черепахи и 3 алмазный купон, 3 оружейный купон. Менде енді мына жерде сатып алатыным маған тек мына жерде сумка сатып алған жақсы сияқты. Тасбақаның үйін сатып алсам екен, немесе кролик сатып алсам екен, розовый. Маған дейтін мына жерде розовый кролик ұнап тұр. Розовый кролик нормально, мына жерде розовый кролик и мына жерде лутбокстардан лутбокс, парашют и доска. Ешқайсысы әдемі емес. Картасы хронан сияқты бір нәрсе сатып алайық. Ешқайсысы әдемі емес екен. Мына жерде ой өте керемет әдемі. Мына жерде Скар Титан, мына жерде пустыня дейді, короче, МК-ның бір нәрсесі. Ак дракон, и потом граникке скин, и содан кейін короче бір тоже ака, сосын пустошқа. Енді маған пустош керек емес, өйткені менде инкубатордың жасыл драбашы бар. Ол инкубатор асып кететін болар енді надан. Енді мына жерде мен сатып алайын десем, ак дракон түспейді сияқты да, анау жақсы ак дракон сатып алайын, 3 лутбокс болсын, ашып жіберетін боламын егерде ұмытып кетпесем. Мына жерде енді еда питомца ғой, как обычно, мына жерде ешқайсысы маңызды емес. И 85% скидка, полная цена 1992. Еба! Достар, ойлаңдаршы, 1992 алмаздың тұратын затын мен 299 сатып кетем ба? Реально? Еба, мынау дейтін кайф қой. Серьезно ма? Потратить 299 алмазов на это пакетное предложение дейді. Офигеть, достар. Қараңдаршы. Мына заттардың бәрін мен 299-ға, мынау вообще тайни магазиннен жақсы ғой, реально. Ол тайни магазиннен просто топ сияқты ғой. Енді астындағы үшеуі қатты болмаса да, үстіндегі үшеуі енді просто топ болып тұр. Болды, осы алып кете береміз ба? Реально. Сіздер қайсысын таңдайтын, достар, айтыңызшы. Сендер қайсыларын таңдайтын, қайсыларын таңдадыңдар? Маған соғыз қойып тұр. Мына жерде дейтін енді біріншісінде, как обычно, бәрі пропуск таңдайды ғой. Енді мына жерде наборлар дейтін, білмеймін, набор қатты ондай күшті набор көріп тұрған жоқпын. И Вуконгты кім таңдайды? Алдында тегін берді, халя беріп жатты, капелланда тегін беріп жатты алдында. Но мына жерде енді мен таңдауларым дұрыс сияқты. Менің таңдауым мына жерде бәрі дұрыс сияқты. Мына лучный деппін ғой, мына жерде лунный удар екен ғой. Енді артқа сәл тістейтін, не мынау дейтін бұрында халя берген ғой, енді ол ойынша керек емес. Реально бұл бәрі дұрыс сөйлептің. Реально. Мен әлі сенбейтінмін, слишком арзан сияқты ғой. Элите пропуск алып алғансың ғой. Короче, мына жерде болды ма? Really? Ей, пропускың ба да мен? Тупой. Пропуск алдым ғой енді мен. Болды, мінекей, пропуск алынды. И красава, мына осы пингвин арамда алмаз құртқанға ғана істейді. Ну, красава, реально. Питомец, Багира, пантера бәрін сатып алдым бір моментте. 299 алмазға. Все, осылай ма? Атынан қойдым. Красава, еба, мен мынандай етіп сразу сатып скин питомца и навык дейді, короче, мынау көп зат сыйғызады, оны білем.
но реально достар мынау өте тиімді, шынында да өте тиімді болып тұр. Мынау әңгіме жоқ. Тағы нелер алып едім? Сумка алдым. Даже ұмытып қалдым ғой не алғанымды. Рюкзак. Ак дракон. Мынандай лутбокс алдым. Ак драконды ашып жіберейін. Мына жерде ұмытып кетпей тұрғанда еді, как раз ұмытпағаным жақсы болды. Ак драконды ашып жібере салайын. Давай. Қайда лутбокс? И 3 ак дракон урон, 2 урон, 1 скорострельность, өте акалардың ішіндегі ең мықты ака. И давай кеттік. Үшеуін бір ашып жібересің бе екен? Ашып жіберейін. Жақсы, түспеді. Негізінде мынаның түсу өте қиын. Мына аканың негізі бәрі айтып жүр. Өте қиын. Короче, осы бір нәрсе көрсетейін, ағарандар. Менде 236 медаль бар, да? Еліне пропуск аштым ғой, оңбаған. Міне, завтра сені басайын, бүкілін алып кетем, набор барлығын алып кетем. Давай, кетті ал. Мә. Поздравляем. Шыға береді енді мына жерде. Катана, ой, красава. Ламборгиниге скин и бір оружейный, окейді басамыз. Тағыдан андай тағы поздравлением шыға ма? Конечно. От души горена. Өте керемет скидка, женский набор и еда питомца. Тағы да поздравляем, лутбокс болар, да? Абрез сила. Кімге абрез ұнайды? Комментарийге маған абрез ұнайды деп жазып кетіңдер. Маған абрез білмеймін, өте қатты ұнайды, не екенін білмеймін. Именно абрез қатты ұнайды. Винчестерге қарағанда абрез қатты ұнайды. Қатты татады, реально. Граната, мынаның енді эффектісін білетін боларсыздар. Буф деп жарылады. Өте әдемі эффектісі. И тағы поздравляем, енді лутбокс. Вот, лутбокс енді осыдан кейін доска беретін болады. Доска. Доска реально өте әдемі, бірақ та да маған пополнениенің доскасын берді. Анандай зомби сияқты 10 андай кристалл берді. И бір камен. Ой, женский, той мужской. Жоқ, әлі сумка бар ма? Енді мужской набор болды. Енді ең соңғысы мужской набор. Мынаның бәрін смело алып кеттім ғой. Мен дейтін бір кезде жақсы, потом аша салармын. Бұны ашып жақынан көрсеткенде де барлығыңыз білесіздер, уже көріп қойдыңыздар. И все, достар, мынау дейтін реально өте тиімді. Қайтадан кіре аламын ба? Негізінде жаңадан шыққан ивентке сразу қайтадан кіре алмайсың, родной шақырмаш. Кіре алмайсың да, бұл жаман да. Вот мысы, достар, кірдік, мына жерде, достар, қараңдаршы. Барлығын 299 теңгеге алып кете беремін. Мен ойладым, мынау енді жанаратын болар, ішіндегі заттар ауысатын болар, адамды қызықтыру үшін деп ойлаған болатынмын, бірақ та ішіндегі заттар ауысқан жоқ, но мынаның барлығын мен 299-ға алып кете беремін. Менде мынайда 85% скидка, и соны алып кете беремін. Мынау енді тайни магазиннен өте жақсы сияқты. Мынаның бәрін қосса, осы сет 6 ма, кет 6 ма, осының бәрін қосса, где-то бір 12 мың алмаздың заты шығады. И соның барлығы мен 299 енді почти 300, почти емес, дәл 300 алмазға алып кете беремін да бәрін. Өте керемет скидка, шынында да жігіттер. Free Fire өте просто кереметтей скидка жасап жатыр. Мына жерде Free Fire, Garena, жмот дегендерін, мына жерде жмот емес, өте керемет скидкаларын жасап жатыр. Просто топ. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, давайте лайктарымызды басамыз, арнаға тіркелеміз, кереметтей комментарийларды жазамыз. И мен осындай видеоларды міндетті түрде мүлде жібермей, таңертең болсын, түнде болсын, таңда болсын, мен короче веб-коммент түсіре беретін боламын. Сіздер бірге болғанмен, але давайте жігітлер.